Бүгін сіздермен бауырдан рулет және де торт дайындаймыз. Ең алдымен бауырларымызды осылай блендердан әбден езілгенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне жұмыртқа салып араластырып, одан соң сұйық май, сүт, ұн салып, тағы да блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді алдымен табамызды бір рет майлап аламыз. Содан соң осылай бір ожаудан құйып шығамыз да екі жағы қызарғанша пісіреміз. Содан соң табаны майламай пісірсеңіздер болады. Енді начинкасын дайындаймыз. Алдымен табаға сұйық май құйып, жуамыз салып қуырып, одан соң морковь салып қуырып, чеснок салып, тұзын бұршын салып, дәміне қарай жұмсарғанша пісіреміз. Осымен начинкамыз дайын. Енді дайын болған блинларымыздың үстіне кезек-кезек жақсаңыздар болады. Мен қазір осылай жартылай кесіп алдым бір бөлігін, енді рулет құсатып ораймын. Үстіне начинкамызды жағамыз осылай. Енді ораймыз. Қалауыңызша орап, қалауыңызша жасауға болады. Мен осылай видеодағыдай дайындадым. Енді қалған бөлігін торт құсатып жинаймыз. Кезек-кезек осылай начинкамызды саламыз молынан, жағып шығамыз. Осымен бауыр тортымыз, рулетіміз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз.